Бәріңізге сәлем. Бүгін тауық етінен тез дайын болатын тағам дайындаймыз. Тауықтың филесін видеодағыдай пышақпен жұқа қылып кесеміз. Үстіне дәмдеуіштер себеміз. Менде қызыл тәтті паприка, қара бұрыш және тұзды септім. Тауықтың еті сочный болып шығу үшін осылай бір-біріне жағып, бірінің үстіне бірін қойып қоямыз. Тауықтың еті маринатталғанша дейін салмасын жасаймыз. Бір штук сарымсақты тураймыз, немесе үкіштен өткіземіз. Үйде азымас 50 грамм сыр болған, соны да үкіштен өткізіп алдым. Сарымсақ пен сырды бір ыдысқа салып, үстіне бір ас қасық қаймақ немесе сүзбелі ірімшік қосып араластырамыз. Үстіне тұз қоспадым, себебі ішінде сарымсақ пен сыры бар, сол жеткілікті сияқты. Маринад тауықтың филесіне толық сіңді. Енді оған жаңағы бір ас қасықтан салмасын салып ораймыз. Пешке арналған форманы зәйтүн маймен майладым. Егер ол болмаса, сары маймен немесе сұйық маймен майласаңыздар болады. Енді тауықтың филесін панировочный сухарида аунатамыз. Ол менде болмаған соң, мен сулы жармасын, яғни овсянканы ұнтақтап алып, соған аунаттым. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Тауықтың филесінен жасалған тағам дайын болды. Сочный, жұмсақ болып шықты. Ішіндегі салмасы оған ерекше дәм беріп тұр. Гарнирге мен күрішті қолдандым. Басқа да гарнирмен қойсаңыздар болады. Осындай жеңіл тағамды кешкі асқа жасап көріңіздер. Басқа да жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.